Сәлеметсіңдер ме 6 сынып оқушылары, бұл мен Төребекова Оразайым. Мен 6 сынып 3 тоқсан қазақ тілі пәнінен мұжыбыны жаздым. Бірінші мәтінде мәтінді оқып, бірінші, екінші және де үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы және де алтыншы тапсырманың әсіне жауап беру керек. Мен бұл тапсырмаларға сұрақтарға нақты жауаптар жаздым. Егер сендердің бұжыбыларың осындай болса, көшіріп алсаңдар болады, жауаптары қазір көрсетіледі. Ал екінші тапсырмада төбеде берілген мәтінмен мына мәтіннің стилін тағы басқа сұрақтар берілген, соларға жауап беру керек. Бұл бұжыбының дескрипторында 10 балл беріледі екен. Бұл бұжыбыда өзі екі тапсырма ғана бар екен. Қорықпай көшіріп ала берсеңдер болады, барлығы дұрыс. Мен бірінші, екінші, үшінші сұрақтарға мәтінді оқып, нақты жауаптар жаздым. Ешқандай қорықпаңдар. Бұл бұжыбылардың, бұл тапсырмалардың барлығы дұрыс. 4-ші, 5-ші, 6-ші және де әсіне нақты жауаптар жаздым. Ал екінші тапсырмада бірінші мәтіннің стилі публицистикалық стиль болды. Екінші мәтіннің стилі ауызекі стилі болды. Ал бірінші мәтіннің жанрлық ерекшелігі бір адамды сипаттап, ол адам туралы мәлімет бергені. Ал екінші мәтіннің жанрлық ерекшелігі екі адамның бір-біріне диалог айтуы, бір-бірімен әңгіме дүкен құруы деп жаздым. Сендер бұл бұжыбыны қорықпай, қате демей көшіріп ала берсеңдер болады. Сау болыңдар, достар! Егер менің бұжыбым сендерге көмегін тигізсе, лайк басып, комментарий жазып, маған тіркелуді ұмытпаңдар.